11 шілде Астана қаласы бәйге алаңында қымыз мерекесі жалғасуда. Әрқайсы облыс ауданынан келген қымыздарды әкеліп осы жерде бәсекеге салып жатыр. Ең соңында мықты күшті шыққан қымыздарды бағалайды. Алды 5 миллионға дейін сыйлықақы беретін болады. Қозы ата қымызы дейді. Павлодар облысынан келген. Павлодар облысының қозы ата қымызы дейді. Павлодар облысына келген Баянауыл Торайғыр қымызы дейді. Торайғыр қымызы. Біздің қымыз дейді. Ақмола облысына келген біздің қымыз деген қымызға. Біздің қымызды осылай шығарған екен ғой. Павлодар облысына келген. Сабамен сабап өш жерде шығарып жатты да мына жерде қымызды. Абай облысына әкелген Елімай деген қымыз екен. Елімай қымыз. Елімай қымыз дегенді мынадай немен шығарған екен ғой, ә? Мына біреуіз қанша мынау? Мына қанша біреу? Ал? Мынадай қып шығарған екен. Елімай деген қымыз екен. Мынаған құйып жерсең? Мына мен дәлін татау, е? О, күштіге мына Елімай деген қымыз, күштіге. Елімай қымыз екен, Елімай деген. Күшті, жақсы екен. Әжемнің қымыз дейді, әжемнің қымызы. Қарағанды облысынан әкелген екен. Міне, әжемнің қымызды осылай шығарған екен ғой. Осындай бәкілашқа құйып, әжемнің қымызы деп шығарған екен. Күшті, жақсы екен, дәмі күшті екен, ерекше күшті екен. Бір батасымен бірнеше адам бағына шығып беретін осындай әжелеріміздің айтқан ақ батасы қауым болсын деп әумен деп қояды. Әжемнің қымыздан бір дәмін татып көрейік, қандай екен. Болды, рахмет. Ой, не деген күшті. Қара
Қара шаңырақ қымыз дейді. Астана қаласынан екен. Өзіміздің қымыз екен ғой. Астана қаласынан шыққан қара шаңырақ деп жазған еді. Астананың қара шаңырақ қымыз деп осылай шығарған екен. Какие файлы жануарлары осы елімай Күшті, жақсы. Елімай деген себебі футбольный командалар қатысы бар. Себебі басқа мемлекеттерде алкогольді және энергетикалық Тоқпан қымызы дейді. бірақ біз осыған байланысты Тоқпан қымызы Қарағанды облысынан шыққан екен де. қымызды футболға қатыстырып жастарды осы қымызға баулу мақсатында осындай елімай деген Қарағанды облысынан шыққан тоқпан қымызы және деген. де осындай Күшті, дәмі жақсы екен. және энергетиктер бар соған қарсы қазақтың ұлттық үлгілері ал енді айта кетейік бұл көкентау деген шығыс қазақстан абай облысы көкентау деген ауылында өндіріледі. ауылда кішігірім өндірісі бар, онда өндіреді. Ау, ой, мынау жылқы деген ғой. Мен бағанадан бері байқамаппын. Абай облысына келген Елімай қымызына қошемет беріңіз. Ал келесі кезек уақыт беріңіз. Көптің алғысын алған қымыз екен. Дәмді екен, дәмді.